Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 2025 жылда діни салада ислам және отбасы құндылығы жылы деп жариялап, мешіттеріміздің қызметіне арналған жылдық жоспарды бекітті. Сондай-ақ 2025 жылы дін мен дәстүр, ихсан және насихат, діни оқу-ағарту, жат діни ағымдардан сақтандыру атты 4 бағытқа басымдық берілді. Аталмыш жоспар аясында Абай облысы мешіттері де көптеген қоғамдық, рухани және қайырымдылық іс-шараларды жүзеге асырды. Дін мен дәстүр бағыты бойынша ораза айт, құрбан айт, наурыз мерекелері ұлттық нақышта аталып өтіп, киіз үйлер тігіліп, ұлттық спорт түрлерінен сайыстар өткізілді. Облыстық деңгейде ақсақалдар арасында Ақбата атты бата беру байқауы, қазақ күресінен жамағат барысы атты облыстық турнир, ынтымағы жарасқан жанұя атты отбасылық эстафета сайысы өткізілді. Абай Құнанбайұлы атамыздың 180 жылдық мерейтойын атап өтуде де Абай облысы мешіттері дін істері басқармасымен бірлесе отырып өз үлестерін қосты. Сондай-ақ Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлының қатысуымен қаламызда Абай Құнанбайұлы атамыздың 180 жылдығына орай Абай және дін, рухани тәрбиенің қайнар көзі атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өткізілді. Жалпы Абай облысы мешіттерінің ұйымдастыруымен дін мен дәстүр бағыты бойынша 150 іс-шара ұйымдастырылып, оған 11.120 адам қатысты. Ихсан және насихат бағыты бойынша Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан құрылған республикалық ақпараттық насихат тобының мүшелерінің қатысуымен 11 кездесу өткізілсе, жергілікті имам ұстаздардың қатысуымен әртүрлі мекемелерде 96 кездесу өтіп, оған 8780 адам қатысты. Орыс тілінде 56 уағыз жүргізіліп, 2653 адам қамтылды. Сонымен қатар 130 онлайн уағыз айтылды. Ал мешіттерімізде күнделікті бесін намазының алдында және кешкілік уағыз насихаттар мен рухани дәрістер тұрақты түрде жүргізіліп отырады. Діни оқу-ағарту бағыты мешіттеріміздің жанындағы сауат ашу курстарында 7967 шәкірт, ал намаз үйрену курстарында 2075 жамағат білім алды. Балаларға арналған имани жазғы сауат ашу курсында 1604 шәкірт рухани тәлім алды. Дін қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстары 5 рет ұйымдастырылып, 172 имам қатысты. Облыс бойынша 7 мәрте Құран жарысы ұйымдастырылып, 153 адам қатысты. Одан да өзге діни және рухани бағытта 19 мәрте білім сайысы өткізіліп, оған 481 адам қатысты. Қазіргі таңда Нұр-Мүбарак Ислам университетінде 60 шәкіртіміз, ал имамдар даярлайтын медресе колледжде 47 шәкіртіміз білім алуда. Семей қаласындағы Хәкім Хазірет Қарилар медресесінде биыл 4 шәкірт Құран кәрімді толық жаттап, қари атанды. Ал Абай Құнанбайұлы орталық мешітіміздің жанындағы медресемізде 100-ге жуық студент тәлім алып, олардың қатарынан 9 шәкіртіміз Нұр-Мүбарак университетіне оқуға түсті. Жат діни ағымдардан сақтандыру бағыты бойынша мемлекеттік оқу орындарында жат діни ағымдардан сақтандыру бағытында 128 кездесу өткізіліп, 7997 адамға ақпараттық түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Түзету мекемелерінде 384 мәрте кездесу өткізіліп, жат ағымның алдын алу әрекеттері жүргізілді. Сондай-ақ, түзету мекемелерінде жазасын өтеп жатқан адамдардың отбасыларынан 12 жанұяға азық-түлік, киім-кешек, оқу құралдары қайырымдылық көмек ретінде берілді. Деструктивті діни ағым өкілі ретінде тіркеуде тұрған 128 адаммен жүйелі түрде жеке кездесулер өткізіліп, нәтижесінде ішінен 14 адам оңалды, 19 адам Қазақстан құндылықтарына бейімделді. Сонымен қатар, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өзге де бөлімдері бойынша да бір қатар шаралар атқарылды. Атап айтар болсақ, мешіт істері бөлімі Абай облысында 144 мешіт, 17 намазхана бар, 184 дін қызметкері жұмыс атқарады. 2025 жылы 3 мешіт ашылды, 19 мешіт күрделі жөндеуден өтті. Қазір 3 мешіттің құрылысы жүріп жатыр. Мешіті жоқ ауылдар саны 14. Шариғат және пәтуа бөлімі жеке қабылдауларда 2986, телефон арқылы 1476,
Әлеуметтік желілер арқылы 1384 діни сұраққа жауап берілді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ғұламалар кеңесінде бекітілген пәтуаларға түсіндірме тақырыбында имамдарға 13 семинар өткізілді. Сонымен қатар 360 пәтуа сағаты ұйымдастырылып, діни сұрақ жауаптар бойынша әлеуметтік желілерде 46 бейнежазба жарияланды. Жастар ісі секторының ұйытқы болумен насихаттық, діни сауаттылықты арттыру, қоғамдық және спорттық бағытта барлығы 427 іс-шара ұйымдастырылып, 33.041 адам қамтылды. Әйел қыздар секторы. Қазіргі таңда Абай облысы мешіттерінде 11 әйел ұстаз қызмет етіп жатыр. Әйелдер жамағатына арналған діни сауат ашу курсы аясында 1932 дәріс өткізіліп, 5157 адам қамтылды. Әйелдер жамағаты арасында Абайдың қара сөздерін жатқа оқу байқауы, Құран жарыстары, білім сайыстары, рухани кештер, қайырымдылық жәрмеңкелері, ұлттық спорт түрлерінен сайыстар, салт-дәстүр үлгілерін дәріптеу шаралары және тағы да басқа барлығы 451 іс-шара ұйымдастырылып, 9767 адам қамтылды. Қажылық бөлімі. 2025 жылы қажылық рәсімдерін дұрыс атқару жайлы жамағатқа арналған 62 семинар сабақ ұйымдастырылды. Облысымызда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты Таваф Travel қажылық компаниясы арқылы 37 адам қажылыққа, 51 адам умра сапарына барды. Ақпарат бөлімі. Облыстық alashtin.kz сайтымызда 23 мақала, 218 жаңалық жарияланды. Сайтқа кірушілердің жылдық жиынтық саны 185.785 кісі. Мешіттеріміздің Facebook, Instagram, TikTok және YouTube желілеріндегі парақшаларының саны 53. Тіркелген адам саны 346.100 адам. Бір жылғы жарияланған материалдар саны 9218. Жалпы қаралымы 3.152.425 болды. Өзге бұқаралық ақпарат құралдарында, атап айтқанда, Абай облысына қарасты Семей ТВ телеарнасы мен Абай ақпарат порталы және облыстық Ислам нұры газетінде 5 сұхбат, 25 мақала, 38 жаңалық, барлығы 68 материал жарияланды. Сондай-ақ, биылғы жылы Абай облыстық орталық мешіті жанынан Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төл телеарнасы Мұнара ТВ арнасының филиалы ашылып, жыл соңына дейін Баталы ел, Алашқа адал кәсіп, Отбасы кодексі, сәті түскен сұхбат сынды 11 бағдарлама және өңіріміздің діни саласына қатысты 22 репортаж дайындалды. Халал даму бөлімі. Халал стандарттары бойынша 30 мекеме тексеруден өтіп, халал сертификатқа ие болды. 15 мекеме халал сертификатын жаңартты. Сонымен қатар, халал шариғат талабы тақырыбында облыстық және қалалық деңгейде 4 семинар, 2 тікелей эфир өткізіліп, 1 сұхбат, 12 мақала жарияланды. Жыл барысында халал сертификатын иеленген мекемелерде 200 рет тексеру жұмыстары жүргізілді. Зекет және қайырымдылық қоры Тайқазан қайырымдылық жобасы аясында 1866 отбасыға азық түлікпен қолдан қолға акциясы бойынша 127 отбасыға қаржылай, 667 отбасыға киім-кешекпен, өмірге үміт сыйла акциясы шеңберінде 68 отбасыға қаржылай, мектепке жол акциясы аясында 825 оқушыға мектеп құралдарымен қайырымдылық көмек көрсетілді. Ел үлесі пәтерге жобасы арқылы 4 отбасыға баспана табысталды. Құрбан айт мерекесі кезінде 29 мекемеге және 3473 отбасыға құрбандық еттерінен үлестірілді. Зекет қорының ұйымдастыруымен айттық тәттісі, Рамазан қоржыны, ауызашар дастархандары, тегін такси және тағыда басқа көптеген қайырымдылық жобалар іске асырылып келеді. Ал 2026 жылда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы діни салада ислам және адал қоғам жылы деп жариялап, жұмыс жоспарын бекітті. Алла қаласа, алдағы уақытта да имам ұстаздарымыз осы қарқындарын жоғалтпай, еліміздің игілігі жолындағы қызметтерін жалғастыра береді. Қаламызда облыс әкімі Берік Уәлиұлының бастамасымен 5000 адамдық мешіттің құрылысы басталды. Сондай-ақ, биыл қыз балаларға арналған медресе салу жоспарымызда бар. Алла тағала алға қойған арман мақсаттарымызға жеткізгей.